Сәлем достар, сіздермен бірге Мадина. Біз бүгін дәмді круассандар дайындаймыз. Ол үшін бізге керек заттар қант, тұз, дрожж, май, жұмыртқа, сары май, жылы су, жылы сүт және ұн қажет. Алдымен ыдысымызға жылы суымызды құямыз. Жылы сүтімізді құямыз. Оның үстіне дрожжымызды саламыз, аштығымызды және қантымызды саламыз. Араластырып, бетін жауып 15 минутқа қойып қоямыз. Жұмыртқаның біреуін толық осылай саламыз. Екіншісінің ақуызын бөлек, сары уызын бөлек осылай ажыратып аламыз. Сары уызын алып қоямыз. Бізге круассандардың бетіне жаққанға керек болады. Енді біздің дрожжымыз көтерілді. Енді жұмыртқамызды салып, тұзымызды салып, майымызды құямыз. Жақсылап араластырып, ұнымызды осылай саламыз. Ұнымызды міндетті түрде електен өткізіп салыңыздар. Електен өткен кезде ұнның арасына ауа кіріп, біздің қамырымыз жақсы көтеріледі. Әркімде ұн әр қалай. Мен астына граммдарын жазып қоямын, ал сіз көз мөлшерімен салыңыз. Басында осындай венчикпен араластырамыз, сосын қолымызбен иілейміз. Егер сізде венчик болмаса, қасықпен істесеңіз де болады. Мінекей біздің қамырымыз дайын. Бетін жауып, жылы жерге қойып қоямыз. Бізде 40 минут уақыт өтті. Қамырымыз жақсы көтерілді. Осындай бөліктерге бөлеміз. Мен 9 бөлікке бөлдім. Мінекей шетінен бастап жаямын. Енді осы лопатканың көмегімен бөлме температурасында тұрған сары майымызды осылай жағамыз. Егер сізде лопатка болмаса, қасықпен жақсаңыз да болады. Сары майымыз міндетті түрде бөлме температурасында болу керек. Сосын сары майды ертпейміз, ертіп құймаймыз. Себебі ертіп жағатын болса, біз бірінің үстіне бірін қойған кезде сары майымыз ағып кетуі мүмкін. Сондықтан бөлме температурасында тұрған сары майды қолданғандарыңыз жөн. Неге осылай видеодағыдай жағамыз. Бірінің үстіне бірін осылай қойып шығамыз. Бізде бұл ең соңғысы, сондықтан бұған ештеңе жақпаймыз. Осылай өзін жайып қойып қоямыз. Неге видеодағыдай тура жасаймыз. Енді қолымызбен осылай жаямыз. Енді оқтаудың көмегімен үлкен қамыр болғанша осылай жайып шығамыз. Неге біздің қамырымыз үлкен болып жайылды. Енді осылай кесеміз.
Мінекей видеодағыдай шет-шетін осылай кесіп шығамыз. Начинкасына вареный сгущенка салдым. Ал сіздер шоколад қолдансаңыздар болады, вареный сгущенка қолдансаңыздар болады, ештеңе салмай-ақ қойсаңыздар да болады. Ол енді сіздердің қалауларыңызға байланысты. Мінекей видеодағыдай осылай ораймыз, үстінен қатты баспаймыз, жай осылай орап қоямыз. Листіміздің үстіне пергамент қағазын төсейміз. Егер сізде пергамент қағазы болмаса, листімізді майлауды ұмытпаңыз. Мінекей бізде қандай әдемі круассандар шығып жатыр. Сарыуыздың үстіне бір қасық сүтті құйып, осылай бетіне жап шығамыз. Он 15-20 минутқа тындырып қоямыз да, пешімізді 180 градусқа қыздырып, 30-35 минут пісіріп аламыз. Мінекей біздің круассандар дайын, өте дәмді, жұмсақ, әдемі болып пісіп шықты. Қараңыздар, қандай керемет. Сіздер де үй жағдайында осындай круассандар дайындап көріңіздер. Өте дәмді болып шығады. Сіздерге ұнайды деген ойдамын. Балаларыңызға, жақындарыңызға жасап беріңіздер. Менің каналыма тіркеліп, лайк басып, комментария жазуды ұмытпаңыздар. Видеоны соңына дейін қарағандарыңызға рахмет.